Бір күні Ержан таңертең оянып, айнаға қараса, айнадағы өз бейнесі қалыпты емес екенін байқады. Көздері үлкенденіп, шашы әртүрлі бағытқа тұрып тұр. Қазірше менің көзім осыған көнген бе, әлде мен әлі ұйықтап жүрмін бе деп күлді өзі. Сол кезде қақпадан досы Аружан кіріп келді. Ержан, саған бір құпия айтайын, деді ол күлкіден тістеніп. Сенің айнадағы бейнең менің көңілімді көтерді, мен де қарап көргім келеді, деді. Екеуі айнаға қарап тұрғанда Ержанның бейнесі бір сәтте басын бүйірге бұрып күлкіге мимикаға жасады. Аружан да таңғалып, айна саған ойнайды, бәлкім бүгін бізге көңіл көтергісі келген шығар. Олар шешім қабылдады. Әр бейне бір қызықты әрекет жасау керек. Бірде Ержан айнадағы бейнесін қолын көтеріп бей жасатса, Аружан оған да қосылды. Айна оларды таңғалдырған сайын, олар күлкіден жерге құлап жаздай бастады. Кешке қарай екеуі шаршап, бірақ көңілді болып бір-біріне қарап, білесің бе, айна бізге күні бойы ойын жасап берді, деді Ержан. Ең қызығы ештеңе сатып алмай-ақ көңіл көтердік, деп қосылды Аружан. Сол күннен бастап Ержан мен Аружан әр кеш сайын айна алдындағы шытырман ойындарды жалғастыра берді. Айнамен достар ең қызықты үштікке айналды. Кешкі қала көшесі суық, желге толы еді. Мен үйге қайтып бара жатқанымда бір түрлі сезім пайда болды. Артқы жағымнан біреу мені бақылап тұрғандай. Қарасам ешкім жоқ. Бірнеше қадам аттасам, аяқ астынан жерден ескі металл кілт табылды. Ол қарапайым емес еді. Таңбалар мен белгісіз жазулары қапталған. Қолмен ұстап қарасам, кілттің салқыны денемді сілкіндіріп өтті. Сол кезде менің телефоным өз-өзінен шырылдап хабарлама келді. Жоқ контакты, жоқ жіберушіден. Кілтті таптың, енді бәрі басталады. Менің жүрегім дүрсілдеп, қорқынышта, қызықта бір мезетте қатар болды. Келесі күні мен кілтті зерттеу үшін ескі кітапханаға бардым. Кілттің беймәлім жазуларынан салыстырып көргенде бәрі ескі күнделікке ұқсас белгілерді таптым. Бұл тек кездейсоқтық емес, дедім мен өз-өзіме. Мұнда бір нәрсе жасырылған сияқты. Сол күннен бастап мен кілттің сыры мен белгісіз күштің қайдан шыққанын түсінуге тырыстым. Күн сайын таңғы сағаттардан кешке дейін іздендім. Көп ұзамай таңғаларлық нәрсе болды. Кейде кілт өзінен өзі жылжып, мені белгілі бір жерге апарардай болады. Бір сәтте ол қала шетінде тұрған ескі үйлердің біріне жетті. Мен ескі үйге кіргенде ауада жұмбақ энергия сезілді. Күн сайын терезеден жартылай түсіп, шаңды бөлмелерде ұзақ көлеңкелер жасаған. Кенеттен менің алдымда ақ көлеңке пайда болды. Адам бейнесі, бірақ беті көрінбейді, тек қозғалысы бар. Сен келгеніңді күтіп отырдық, деді жұмбақ дауыс. Бірақ сөздері менің ойымнан шыққандай сезілді. Қорқыныш жүрегімді қысқанмен қызығушылық жеңіп шықты. Көлеңке мені бөлмедегі ескі сандыққа апарды. Сандық ашылғанда ішінен ескі кітап шықты. Беттері тек символдар мен суреттері, кілттің жазуларымен дәл сәйкес. Көлеңке қайта сөйледі. Бұл кілт сені біздің әлемге шақырады. Барлық белгі сенің ізденісің арқылы анықталды. Мен сұрадым. Бірақ мен не істеуім керек? Бұл тек ойын ба? Көлеңке күліп. Сенің таңдауыңа байланысты. Бізге келесің бе, әлде тек бақылаушы болып қаласың ба? Мен ойланып тұрдым. Қорқыныш, қызық әрі құпия сезім бәрін басып кеткендей болды. Ақырында мен кілтті қатты ұстадым да, мен дайынмын, дедім. Сол сәттен бастап бөлмеде жарық жарқырап, мен өз-өзімді бұрын көрмеген әлемде таптым. Әр зат, әр қозғалыс өмірге келіп тұрғандай сезілді. Беймәлім күштер мені сынап, мені жаңа мүмкіндіктерге шақырып тұрғандай болды. Сол түннен бастап менің өмірім бұрынғыдан мүлде өзгеше болды. Мен енді қарапайым әлемде емес, құпия мен тылсымға толы басқаша бір шындықта өмір сүрдім.